Мен медсестра болып жұмыс істегеніме 5-7 жыл уақыт болды. Мен медицина саласынан кетуге шешім қабылдадым. Бүгін 24 сағат сменнен келдім. Ұйықтайын деп жатырмын уже. Мені оятып алды. Оказывается, 11-де пациенттің давлениесі 160-қа 90 болып көтерілген екен. Кім кінәлі деп ойлайсыздар? Медсестра, кеше жұмыс істеген медсестра, группаға бүйтіп жатыр. Кеше істеген медсестра, кешкі таблеткасы берілді ме? Конечно, мен бердім. Ешқашан врач виноват болмайды. Медиктердің жалақысы төмен. Бұл қыз Астанада медсестра болып істейді екен. Наразы болып жатыр да. Сәл бірдеме болса болды, медсестра кінәлі, біздің еще айлығымыз да төмен деп сөйтіп әңгіме айтып жатыр да. Негізінде байқадыңдар ма? Бір қатты ауру сырқат туып қалса, сразу хабарландыру бір видео салады ғой, соның ата-анасы. Ойбай, біз Турцияға баруымыз керек, ойбай, Индияға барып емделуіміз керек. Сонда ойлайсыңдар ма, сол Индиядағы аппарат біздің елдегі аппараттан 100 есе жақсы деп, біздің ел оны әп-сәтте барып сатып ала салады. Бұл жерде мәселе аппаратта емес, бұл жерде мәселе маманда болып тұр. Ойламаңдар, ойбай, ананың маманның миы біздің маманнан 100 есе істейді екен. Жоқ, просто мотивацияда болып тұр да. Олардың елі маманын айтады: мен сен жағдайың жасаймын, машина бар сенде, үй бар сенде, ақшаны аямай берем. Бірақ сен ана шетелдің адамдары бізге ұмтылып, біздің елге келіп емделетіндей миыңды, бүкіл сознанияң, санаңды осы медицинаға салда, топ бірінші болатын бол. Мен саған төлеп атырмын дейді да, ақшаны құяды. Одан кейін олардың врачтар деген ұмтылады, тырысады, жұмысын барынша жақсы көреді, не істесем екен, қайтсем екен дейді да. Сонымен олар топ бірінші болып тұр. Ал біздің мемлекеттегі дәрігерлер міне, пожалуйста, жылап отыр. Неге жылайды? Өйткені беріп атқаны 200-300 мың теңге айлық, бірақ как будто миллион теңге беріп атқан сияқты жұмсайды. Сол мейірбекеге болсын, сол ана мұғалімге болсын ше, берші. Бауырым, міне саған, қазір кірдің ғой жұмысқа, миллион теңгеден басталады сен айлың. Бірақ қара, дұрыстап істейтін болшы деш, анан ешек сияқты жұмсасаң да ше, анауың деген беріліп жұмыс істейді. 200-300 мың теңгеге ше, менің өзім төбемде Құдай тұр ғой, мұғалім болып істегем. Любой мұғалім ше, құрсын айлығымыз тезірек асақ болатын еді, қанша сағат сенде деп сағаттарын санап сөйтіп жүреді. Ешкімнің ойында бір білімді қайт дамытсақ екен, қалай жоғары деңгейге әлемдік додаларға түсіп, ойбай, мына Қазақстан жарып жатыр екен демейді. Неге? Өйткені ол да логически ойлайды. Нахуй маған бір миллион төлеп қойып берді, маған бір 2 миллион төлеп қойып берді, отчетымды өткізсем болды да деп. Ал соның шешімі бірақ нәрседе, бүкіл мұғалімдер жинап алып, медиктер жинап алып, айлықтарын миллионнан басталады. Деші, ойбай, жүректер жарылып, Құдайға шүкір деп, кәдімгідей беріліп жұмыс істеп, біз топ 1 медицинадан, білімнен топ 1 боламыз. Шешімі сол ғана.